Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге NBR KZ. Бүгінгі видеомызда сіздермен бірге Барбоскиндардың жоғалған сериясы туралы айтып талдағым келіп еді. Ал бұл қорқынышты бөлім туралы айтпас бұрын сіздерге бір жаңалығым бар. Көбісі менің видеоларымды көріп, тек 1% адам ғана тіркеледі екен. Достар, мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Тіркелсеңіздер де, тіркелмесеңіздер де. Себебі сіздер менің еңбегімді бағалап, видеомды қарап жатсыздар. Шынымен мен бейнелерім ұнайтын болса, арнаға тіркелуді ұмытпайын. Мен бүгінгі қорқынышты видеомызды көп созбай бастайын. Бар деректерге сүйенетін болсақ, бұл мультфильмнің бұл бөлімін орыс мерекесінде шығармақ болған, бірақ бұл мультфильм қорқынышты болып, оны дереу өшіріп тастаған. Жақсы, бізге керегі бұл емес, ендеше сюжетке оралайық. Бойынша отбасы дачаға барып демалады, бірақ бір кезде дружок келіп, оларға бүгін түнде палаткада ұйықтайық деп ой тастайды, ал оның бауырлары келіседі. Сағаттан кейін түнгі сағат 3 болды және отбасы бір-біріне қорқынышты әңгімелер айта бастады. Басында ешкімге қорқыныш ұяламады, бірақ дружоктың әңгімесінен кейін бәрі қорқа бастады. Әңгімеде Шеноктың үстіне шабуылдаған елес жайлы айтылған болатын. Және де Шенокты дружок мазақтайды. Егер оны көрсең қаш, бірақ қашқанмен не пайда, бәрібір ол сені тауып алады деп қорқытады. Ал басқалары болса, қойыңдаршы бұл жай ғана қорқынышты әңгіме ғой дейді. Қалғандары қорқып үйге қайтпақ болады, ал дружок оларды қорқақтар деп мазақтайды. Болса, ал мен бір түн бойы палаткада жалғыз өзім ұйықтай аламын деп бәрімен бәсекелеседі. Және де аға әпкелері оны қорқып өзі келер деп тастап кетеді. Олардың сөзіне иланып қайтатын дружок та жоқ, өзін батыр сезініп жата береді. Бірнеше минуттан кейін қорқынышты бір нәрселер бастала бастайды. Дружок аздап қорқып қалды, бірақ көзіме көрінген шығар деп өзін тыныштандырды. Ондаған уақыттан соң біртүрлі құбылыстар орын алды және де дружок қатты қорқып сарайға тығылып қалды. Уақыттан кейін аға әпкелері оны алып келуді шешіп палаткаға барады, бірақ онда дружок болмайды. Олар болса бауырымыз бізбен ойнап жатыр деп план құрып оны қорқытпақшы болады. План құрып жатқанда олар біртүрлі дыбысты естиді. Мұны дружок істеп жатыр деп түрлі дыбыстар шығарып тақылдатып оны қорқытпақшы болады. Бірақ ол үндеген жоқ. Олар одан сайын ары қарай қорқытқысы кеп пақ-пұқ деген дыбыстар шығара бастады. Арада тағы бір сағат өткен соң олар күдіктене бастады. Бірақ дружок әлі шыққан жоқ. Оны күтіп бұлар да қорқа бастады. Бірақ 1 минуттан кейін олардың крышаларында біреу пайда болды. Ол жерге атып түсіп, бұларды тырқыратып қуа бастады. Бірақ бұлар қашып шығып, палатканың ішіне кіріп алып, есікті сырып жауып қояды. Мұны дружоктың ісі деп ойлайды, бірақ дружок қастарынан пайда болады. Түнделетіп олар үйлеріне қашып кетеді, таңертең ата-аналарына не болған бәрін айтып береді. Әке-шешесі бұларға сенбейді. Ал келесі күні бәрі жақсарып, керісінше күндегідей бәрі дұрыс өтіп жатқан еді. Малыш бауырларына келіп, біртүрлі дыбыс естігенін айтып қорқып келеді. Бірақ олар бұны тыңдамай қояды да, бұл өзін герой санап өзінше шатырға шығып онымен шайқаспақшы болады. Одан соң ол өзін қорқытқан бірдеңені көреді. Содан соң әпкелерін шақыруды жөн көреді. Бірақ олар ұзақ іздеп ештеңе де таба алмайды. Осылайша арада 2 апта өтеді және Барбоскиндардың отбасы дачаға бармақшы болады. Бұл жерде барлығы қорқа бастайды. Тек Генри ғана барамын деп келісім береді. Ол қалғандары осында қалып атасына қарамақшы болады. Ол келе салысымен өзінің зерттеулерін жасап кетеді. Оларға сол түнде кім шабуылдаған және ол призракты ұстау керек деп ойлайды. Сонда ол Нобель сыйлығын алады. Осылайша диктофон мен фотоаппаратын алып, ұзақ түн бойы оны іздей бастайды. Оны орманнан тауып алып суретке түсіре бастайды. Бірақ керісінше оны байқап қойып ұстап алады. Елеске ұсталғаннан кейін ары қарай түсінікті, атасының басы премияны ұтып алды. Фильмнің соңы сол түннен кейін Генриді ешкім көрмеді. Ал сіздер осы видеоның жалғасын көргілеріңіз келсе, міндетті түрде менің арнама жазылып лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.